Міржақып Дулатұлы қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері, демократияшыл зиялылардың бірі. Міржақып Дулатұлының туған жері қазіргі Қостанай облысының Жангелді ауданына қарасты Қызбел ауылы. Әкесі Дулат аймағына аты шыққан шебер кісі болған. Ер-тұрман жасап, етік, мәсі тіккен. Шешесі Дәмеш ойын-тойдың базары әнші кісі болған. Әкесі балаларын жастайынан оқуға береді. Алғашқыда бала Міржақып ауыл молдасынан оқып хат таниды. Молдадан 2 жыл оқығаннан кейін 1897-1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан мұғалімнен дәріс алады. Міржақып Дулатұлы анасынан 2 жасында, әкесінен 12 жасында айырылып, ағасы Асқардың қолында тәрбиеленеді. Өз бетінше талпынып, білім жинап, орыс тілін жетік меңгерген Міржақып, орыстың озық ойлы азаматтарының еңбектерімен танысу арқасында замана тозаңын суырып, дүниені дүр сілкіндірер дауылды күндердің тақап келе жатқанын өзгелерден бұрын сезеді. Міне осындай күрделі кезеңде 1904 жылы Міржақып Омбы қаласына келеді. Осында ұлт зиялыларының ұстазы Ахмет Байтұрсыновпен кездеседі. Бұдан кейінгі уақытта бірі ұстаз, бірі ізбасары ретінде жұптарын жазбайды. 1905 жылы Міржақып Ахмет Байтұрсыновпен бірге Қарқаралыдағы саяси бұқаралық жұмыстарға қатысады. 1906 жылы Петербургке барып қайтады. Бұл сапарынан ол саяси күрескер ғана емес, шабытты ақын болып оралады. 1907 жылы Петербургте шыққан Серке газетіне жастарға деген өлеңін бүркеншік атпен «Біздің мақсатымыз» деген мақала жариялайды. Мақалада Міржақып қазақ халқының басындағы қиын жағдайдың анық себептерін саралап, отарлық саясатты әшкерелейді. Патша үкіметі мақала авторын тұтқындамақ болғанмен, бүркеншік аттың иесін таба алмайды. 1909 жылы Петербургте Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» атты өлеңдер жинағы жарық көреді. Бұл кітап та патша әкімшілігінің қуғындауына ұшырайды. Одан кейін 1913 жылы Орынборда «Азамат», ал 1915 жылы «Терме» атты өлеңдер кітаптары басылып шығады. Міржақып Дулатов әдебиеттің әртүрлі жанрына қалам тартқан қаламгер. Ақын өлеңдерінің басты тақырыбы ел тағдыры болды. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» жұртшылық арасында ауыздан ауызға, қолдан қолға тез тарап кетеді. Қайта басылып шығарылады. Кітаптың негізгі мазмұнын халықты оятуға, әділетсіздікпен күресуге шақырған өлеңдер құрады. Сол себепті де кітап тұтқындалып, авторы қуғынға ұшырайды. 1913 жылы Міржақып Ахмет Байтұрсыновпен бірге Қазақ газетін шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақжол газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 1922-1926 жылдары Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып, 1935 жылы тұтқында қайтыс болады.